Мен Майнкрафтта досыммен выживать етіп жүріп, тюбатты заңсыз әрекетті бұзатын механизмді жасамақшы болғанмын. Досым мен әлі серверде емес. Мен қазір жер текстеп жатырмын. Мен ол сіздерге қазір көз алдарыңызға көрсететін боламын. Алдымен мен бұны жерді текстеп алайын. Ал ендеше каналға тіркеліп бірге қарап отырыңыздар. Мүмкін видео қызық боларды. Бұл механизмді көптеген SMP және хардкор серверлерде қайталамауды кеңес беремін. Себебі бұл заңсыз әрекет. Мен жай ғана досымның реакциясын көрейін деп жатырмын. Оған ұнай ма, әлде бұл заңсыз әрекетке қарсы ма? Оны бірге көретін боламыз. Қазір мен бұны жасап алайын. Мінекей, мен сіздерге оны қалай жасалуын көрсетейін. Ол үшін бізге воронка, редстоун және редстоун жасауға қызыл факел керек болады. Так, мен оны блок бізге қашым соның блогы. Мен оны жасау үшін бізге палка керек. Ағашты өңдеп алайын. Өңдеп алдым. И қызыл факел, яғни редстоунный факеліміз бе. Так, алдымен және де осы керек болады, достар. Разблокерный рецепт деген қайсы осы? Анау тұр, міне. Редстоунный повторитель. Осы бұл да керек болады. Оның екеуі қажет бізге. Екі воронка, екі редстоунный повторитель. Және редстоун керек болады. Және де екі поршень керек болады. Бізге поршень жасау керек. Бұл поршень не үшін керек десеңіз, итеріп бір баққа түседі. Бірақ бұның өзі әділетсіздік қанша дегенмен. Айтып қояйын, біз бұны жасап болғаннан кейін бұл серверді өшіріп тастайтын боламыз. Өйткені бұл заңсыз әрекет. Бұл әділетсіздік. Мен сіздерге уәде беремін. Жақында хардкор түсіремін. Хардкорда бұндай тюб фермасын жасамаймын. Сіздерге уәде беремін осыны. Жақында хардкор түсірейін бе, достар? Комментария жазып кетіңіздерші. Мүмкін қызық болар. Так, бұны қалай жасайтын еді? Мен бұны білмей жатырмын. Одан қарай салайыншы. Жақсы, сәл ғана қателеспін ғой. Бұдан екі жасау керек бізге. Так, бізге қайнату керек. Тасты қайнатып болғаннан кейін оны екіншісін жасайтын боламыз. Алдымен бізге поршень жасау керек. Поршень, бізде ашылып тұр ол. Оны мен жасап алайын. Қайға кетті? Міне ол тұр. Мен оны жасап алайын. Фейерверк. Так, фейерверк қашты емес қой. Қайнатылып бітті ма? Біреу, сосын мен оны темірге ауыстыратын боламын. Алдын темір қайнай берсін. Темірді балқытып болғаннан кейін мен оны қайтадан оны көбейтіп көрсететін боламын сіздерге. Так, поршень жасалды ма? Жоқ. Неге олай? Так, поршень жасалды. Бізде екеу бар. Так, бізде екі поршень бар. Енді бізде түгел дей берсек болады. Өйткені бізде екі воронка, екі поршень бар. Және де бір повторитель бар. Қазір екіншісін жасайын деп жатырмын. Мынақа 3 блоктан кейін өсіп қоямыз. И бізге воронка бір-біріне жапсырып қою керек болады. Қазанымызда воронка ішіне өсіп кіріп кететін болады енді. Воронка қаншадан өзіне тартып алады. Екеуінде жапсырып қоямыз осылайдан. Так, сіздер түсініңіздер ойнам, бірақ бұның түсуінің қажеті жоқ. Осы жаққа любой бір блок қоямыз. Мен мысалы бұл жеріне қоя салдым. И бір повторительді қойып қойсақ, ладно. Екіншісін жасап алатын боламын. Так. Енді екіншісін жасауым керек. Бұл жасап алдым. Екіншісін. Так, бізде почтайын сияқты. Енді бізге редстоунный факел керек. Редстоунный факел менде бар ма? Екеу қоямыз, яқа үшеуін жұртып қоямыз. Және менде редстоунный факел жоқ па? Жоқ екен. Мен оны жасап алайын. Біреу ғана керек бізге оны. Тек біреу ғана. Сосын осыға қоямыз. Және рычаг керек болады. Оны өшіріп қайтадан қосып отыру үшін. Рычаг міне тұрсын. Мен білетін сияқтаймын. Рычаг жасадым. Так, рычаг жасадым. Енді факелді қоя салайық.
Так, осы жаққа қоя салайық. Иә, енді біз ұйықтамай қойып бірінші так мешокқа салу керек болды достар. Бұны мешок арқылы жасаймыз. Так, мен артық мешок жасауым керек. Сондықтан мен астыға түсіп нені маған нет керек. Сондықтан мен ол паук түзуім керекпін. Ал паук болсақ та не крипер, сен маған қажет емессің. Әзір қажет емессің сен маған. Ой, паук қақтай, осындай кезде жоқ болып кетесіз бәрі. Криперден басқа. Ей, паук, сен қайдасың? Маған сенің ресурсың керек. Ой, зомбисінес. Маған паук керек. Мен оны енді іздеуім керекпін ба? Жарайды. Мен паукты іздеуге шықтым. Так. Сояққа түстік. Менде хп аз болып тұр. Сонда да главный паук табу керек бізге. Паук қайда? Паук қайда? Жоқ. Неге? Паук табылмайды. Жоқ, неге зомби көп? Өте көп. Олар мен жеп тастағысы келіп тұр ғой. Жарайды. Олар қайда? Паук қайдасың сен? Аңғысында бар жар, я? Ой, жоқ қой бұл жақта да. Неге ол керек кезде пайда болмайды? Қап, тағы да крипер. О, паук. Криперді жарып аламыз. Және бізге паук керек болады. Ей, мен мұндамын, кел маған. Аха. Ой, іске етсем болмайтын кезде өсіп қаласыз. Қап, менде телефон лагайт етіп кетті достар. Соның кесірінен мен оны өлтіріп алған болатын достар. Бұл переход. Так, енді біз өле салуымыз керек, е? Лаваны алып алсайшы мен. Так, алып алдым. Ой, не болып кетті ол? Лава керек еді, онда жүгетіп көремін. Жай қызық ретінде. Так, енді біз мешок жасайтын боламыз. Ал мешоктан біз куб фермамыздың ең керек затын жасаймыз. Так, ол үшін кожа мен жіп керек. Я жасап алдық. Енді осының ішінде өзімізге керек затты, яғни кубит ететін нәрсені саламыз. Бірінші мына мешок емес. Міне, осы мешокқа саламыз. Так, алтын, өзім алдым. Енді не салу керек? Темір салайық. Так, 50 темірдің бәрін салып жібердім. Ол қалай сиіп кетті? Так, ет сала салдық. Я, осының кәдімгі сіздерге куб жасатқызып көрсететін боламын. Міне, ол осылай жұмыс жасайды достар. Саламыз. И және де осыны қосамыз, машинаны қосайық. Міне, я, ол істеді. Міне, осылай ашып жауып отырамыз достар. Ой, мен осындай ночной ресурс таппарды оны. Сол кездеріп кетті ғой бәріне. Бұл не болып кетті? Так. Жетіп кетті сияқты. Так, алып көрейік. О, екеу шықты, екі мешок. Ананенде көруге болады. Мына воронканы да көруге болады. Бұяқта ештеңе шығып қалыпты. Қазір енді мен досыма осыны көрсететін болам достар. Так, тағы да жасасылайық. Хоп. Міне, мен біраз осынша жасадым деп ойлаймын. Так, бұның көзі аз емес. Енді мен бұны досыма көрсетуім керекпін. О, бұяқта да екеу. Мәссаған. Енді осыны досыма көрсетуім керекпін. Досымның кіргенін күтуім керек мен достар. Так. Өзіме сауыт жасауын деп шештім достар. Яғни железный сет. Мен. Ой, не болып кетті? Ой, іске етсем ба? Бұлар да келмейтін кезде келіп, бұлар жаңағы лақтырып тастадым. Болды, осылар жетеді деген ойдамын достар. Енді ой, болды, атып қоймады ғой. Мәссаған онша. Ақыр дегенде өлдің ба? Бәле десе. Енді мен үстіме толықтай темірден жасалған сауыт киюім керек. Так, аяқ киім жасадық. Енді менде бәрі бар. Енді мен досымды күтуім керекпін. Менің досым кірді.
иә алақай, мен енді оған көрсететін боламын қазір. Так, ол қай жақта екен? Оны біліп алу керек. Ол қай жақта? Құдай-ай, мынау не зомбилар көп болып кетті. Өзіме тапор жасап алайын. Кетіңдерші, өтініш. Ол неге шығып кетті? Неге шығып кетті ол? Қап, мен оған көрсетем деп отсам, енді оны кейінірек кіруін күтуім керек болады. Енді не істеймін мен? Оны күтем ба? Қап, именно көрсететін кезде шығып кетеді екен да. Ну, сонда көрсететін боламын мен оған. Так, енді не болады? Ары қарай мен өзімде не істерімді білмей тұрмын, достар. Так, достар, ол кіреді, ол бағана қолым тимей жатыр деп айтқан болатын. Мен сосын ресурспа қосқан болатын осындай өзімнің қолды не істейтін. Так, мына зомбиларда бәле болғанша кетіңдерші әрмен. Так, менде редстоун несі өзгеріп кетті. Енді достар, өзім ресурспа қосқан содиуммен hold items деген. Hold items деген қолды өсіп несейтін, настройка жасайтын. Ал содиум деген FPS көбейтетін. Енді мен досымды күту ғана қалды. Бұл келе жатырмын деген маған. Қайда екен? Так. Мен оны біршама күттім. Мен оған кесешіп жазайын деп едім, бірақ бұл зомби кедергі жасап қалды ғой. Кетіңдерші, өтініш. Так, достар, бағана крипер жарған болатын. Сондықтан ойнақта крипер тағы да тұр ғой. Жарайды. Ол ұйықтап жатыр. Жарайды, мен қап, крипер. Сен бе бәле? Кетсеңші мына жерде, не алып тұрсың? Құдай-ай, не болып кетті? Жарайды, бір блок үстіге мінейін. Енді ұйықтай аламын, ұйықташы деді ол маған. Онсақ ұйықтайын деп жатқан едім. Таң ату керек енді. Енді мен досымды күтемін. Ой, болды, ұйықтамай кетті. Ұйықтамай кетті болды. Маған мобтар шабуыл жасап жатыр, достар. Сондықтан мен оны өлтіруге тура келдім. Болсайшы енді. Ол ұйықтады. Алғай. Так, енді не істеуіміз керек? Так, ол енді сен қайдасың? Шахтада. Мен шахтадамын. Кетсейші енді. Не болып кетті ол? Бұл да бір. Мен оған одан кейін координатаны жіберген болатынмын. Координатаны жібердім. Енді ол келу керек қой. Бұл қайда жүр өзі? Енді мен осы жаққа мінуім керек. Ол қаққа кетті. Ой, бұл да бір не істеп кетті бір. Жарайды. Ол келді. Кетті, астаға қарай. Міне, астаға қарай кел. Ол келді. Енді оған көрсету ғана қалды. Жақсы. Ой, деп жазды. Иә. Енді кесеңші неқа. Ой, кесейші. Келшеңші. Істеп кетті. Мен мұндамын, кел.
астыға түс. Ол асықпай келе жатыр, өте асықпай. Кесір келсеңші. Мен саған көрсететін бір затым бар. Міне. Жүк машинасы. Кетіп достар, мен оның реакциясын көру ғана қалды. Бұл видеоның соңғы жерлерінің бірі, ең маңызды жерлердің бірі. Оның датабы инвентарыда толып жатыр екен. Жақсы. Ол үшін. Міне, бұны осылай жасайды. Көрдің бе? Міне, толып кетті бәрі. Енді ол қандай реакция береді екен? Міне, өте көп. Бірақ бұл Майнкрафтқа заңсыз. Оған айттым, жүк машина деп. Зат көбейтетін. Ол енді не айтады екен? Оны бірге көрейік достар. Не айтасың сен? Неге үндемей қалды? Айтпайсың ғане? Ештеңе? Жарайды. Міне нәрсе ғой. Ұнамайтын бірге мен. Мен досым әділетсіз нәрселерді ұнатпайтын. Мен одан амыз беруін сұрадым. Оны да көбейт көрек дедім. Оданша нормально выживать еткен дұрыс деді. Мен де соны қалаймын, бірақ жай ғана бұл машина оған көрсетейін дедім. Майнкрафтта да зат көбейткіш машиналар бар екенін көрсетейін дедім. Жай көрсетейін деген оған жібердім. Достар, сіздерге бұл видео ұнады деп ойдам. Сіздерге мен Данил. Сәттілік, сау болыңыздар. Бұндай әрекет жасамаңыздар.